Сәлем оқырман. Үлкен той болды, Ерасыл мен Аяна ерлі-зайыпты атанды. Көптеген қатысушылар қонаққа келді. Көзге ерекше түскен біздің сүйетін жұбымыз, ол Мөлдір мен Айсұлтан. Екеуінің араларында не бар? Бүгін сұхбаттасу болған кішігірім, Айсұлтан болса қызды алып қашуға дайын екен. Бұйыртса келесі жылы дейді, тойға қарап қызығып кеттім, осы жерде өзімнің тойымды жасағым келеді. Мөлдір болса алып қашуға қарсы екенін айтты. Бұрын жақсы қарайтынмын, қазір түбегейлі жоқ деді. Ұзатылып кеткенін қалайтынын білдірді. Екеуі бір әдемі болып суретке түсе қалыпты. Негізі өте жарасымды жұп, мүмкін алдағы уақытта жақсы жаққа өзгеріп қалар. Пікірлер болса тек екеуін қосу, жақсы тілектерге толы. Ішкі дүниелерінде қандай сезім екенін білмесек те. Маля екеуің бір-бір үшін жаралған жандардай. Жандарылым Айсмаля өте сұлу. Сымбатты. Екеуі жарасымды түрік жұлдыздары сияқты жарқырап тұр. Мөлдір әрқашанда бірінші, әрқашан. Ерекше қылықтары өзіне жарасып тұр. Осылайықтың көре алмайтын қыздары мысық болып қалды, сөз де айта алмай. Жандарым ең болмаса, жақсы дос болып қалындаршы. Мен Айсмаляға гүл береме деп ойлап едім, болмады. Мөлдір қашан күйеуге шығады екен? 25 жасында ма? 30 жасында ма? Күйеуге кеш шықса, оны бір неудачник алады, или ажырасқан алады. Ертеде Айс деген жігітпен. Маля деген сұлу қыз өмір сүріпті. Олар өте бақытты екен, көре алмағандар. Араларына түсіп қастық ойлапты. Бірақ ол қара беттердің қолынан ештене келмей, түптің түбінде махаббат жеңіпті. Екеуі үйленіп көп балалы болып, бай болып, бақытты ғұмыр кешіпті дейді оқырмандар.